Тамыз айы басталды. Бұл дегеніміз, кейбіреулеріңіз балаларыңызды мектепке, даярлық тобына немесе балабақшаға алғаш рет жіберейін деп жатырсыз деген сөз. Осы жылы өтіп жатқан пандемияның салдарынан және де барлығымыздың бірге үйде отырып қалғанымыздан бір кезеңнен екінші кезеңге өту өте қиынға соғуы мүмкін. Шамшырақ каналына қош келдіңіз. Менің есімім Нұрбақыт, мен 31 айлық балдырғанның анасымын. Балабақшаға, мектепке бару басқа жылдардан өзгешерек. Барлығымыз қазір маска тағып жүрміз, температураларымызды өлшетіп жүрміз. Сонымен осының барлығына балаларымызды қалай дайындауға болатыны жайлы талқылайық. Бірінші қадам дайындау. Біздің балаларымызға жасайтын ең алғашқы қадамымыз дайындау және тағы да дайындау. Бұл нәрсемен айтпағым, біздің әрбіріміз үшін белгісіз, жаңа, таныс емес нәрселердің барлығы қорқынышты болып көрінуінде. Біздің миымызда әрі қарай не болмақ, біз қауіпсіздіктеміз бе деген сияқты режим қосылады да, біз солайша өзімізді үрейлі сезінеміз. Ал дайындық миды қауіпсіздікте сезіну үшін өте қажет. Кез келген жағдайды өзімізге таныс қылып жасайтын болса, солайша біз өзімізді қауіпсіздікте сезіне бастаймыз. Ал балаларымыз үшін бір кезеңнен екінші кезеңге өту жайлырақ, оңайырақ өтеді. Балаларымызды мектепке, балабақшаға сонымен қалай дайындаймыз? Ең біріншіден, балабақша, мектепке бару жайлы айтылатын кітаптар оқу. Әрине, орыс, қазақ тілдерінде басылған осындай кітаптар жоқтың қасы, ал бірақ ғаламторда шарлап көрсеңіз, ағылшын тілінде осындай кітаптар өте көп. Оның барлығын ағылшын тілін білмесеңіз де, жаңағы суреттерінен өзіңіз баяндап беріп отырсаңыз да жақсы болады. Ал екіншіден, балалардың мектепте және балабақшада не істейтінін көрсететін видеолар көрсету. Олар YouTube'те өте көп. Мына видеода біз балдырғанымызды сондай бір видеомен таныстырдық. Үшіншіден, балаңызбен мектепте және балабақшада оны не күтетінін көрсететін, толық көрсететін ойын ойнап көріңіз. Балаңыздың қуыршақтарын, барлық ойыншықтарын іске қосыңыз. Мына видеода мен солай баламмен бірге балабақша ойнап көргенмін. Good morning. Good morning. Daddy, good morning. Good morning. Toilet first. You done? Once you miss me, you can take a look on your hand. That's the hat. Do you have time? Yep. I'm the key. So. So, di mama pa. Get so. There's no candy everything you're purchasing. Yuck. It's not looking. Once you feel sad, you can take a look on your arm. Qol juvamiz bolalar, Junior, qol juvamiz. Your teacher will scream on you guys, okay? Ooh, that's quite scary, I know. Junior. Şinger kuramız bolalar, şinger bir kuramlar, Maman geldi. No. I miss you so much, Sonny. How was your day? You had fun? Yep. Had fun? I miss you. Осы қадамдардың барлығы балаңызға көмектесетін супер әрекеттер болып табылады. Себебі әсіресе балаңызды мектепке, балабақшаға барар алдында оны
не күтетінін толығырақ айту, яғни оның түскі ас ішуі, мұғаліммен кездесуі, одан кейін балалармен ойнауы, сізбен қоштасуы, соның барлығын толығырақ айту өте маңызды болып табылады. Балаңыздың сол мектепке немесе балабақшаға барар күні, оны күндіз бойы не күтетінін толығырақ айтуыңыз, яғни есіктің алдында сіздің онымен қоштасуыңыз, тәрбиеші апайдың балалармен бірге шеңбер құруы, түскі ұйқы, сосын түскі тамақ ішу, одан кейін сіздің оны алып кететініңізді көрсетудің барлығы өте маңызды. Төртіншіден, өзіңіздің мектеп немесе балабақша сынды мекемеңізден ковидке байланысты барлық сауалдарыңызға жауап табуға тырысыңыз. Сосын әрине балаңызды осы нәрсеге де дайындаңыз. Мысалы, балаңызға сен ішке кірген кезде сенің температураңды өлшейді. Маңдайыңа қарай термометрді дәлдеп қоя бастайды. Кел, екеуміз бірге термометрмен температураны өлшеуді үйренейік деп үйіңізде бар термометрмен балаңыздың температурасы деп балаңызбен бірге үйіңізде бар термометрмен температураны өлшеуді үйреніңіз. Және де барлық тәрбиешілер, ұстаздар маска тағып жүреді деп алдын ала айтып қойыңыз. Әрине қазіргі балалардың барлығы маскалы адамдарды көруден қорықпайтын болып қалған. Және де балаңызға мен сені мектепке, балабақшаға жеткізгенімде тәрбиеші саған келіп, сені ішке кіруге көмектеседі. Және тура сол кезде біз бір-бірімізді құшақтап, сау-сау деп айтамыз. Осылай деп айтып та балаңызды дайындасаңыз болады. 5-ші қадам. Сол күні өзін сізден алшақтағаннан мазасыз сезініп, нашар сезінген балаңыздың сезініп жатқан сезімдерінің барлығын құп көріңіз. Сондай сезімді сезініп жатқан балаңызды көрген кезде, балаңызға мен сенің қазір өзіңді өте нашар, мазасыз сезініп тұрғаныңды естіп тұрмын. Біз бірге ұзақ уақыт бойы үйде болдық. Ал енді міне екеуміз бөлек күнімізді өткізейін деп жатырмыз. Өзіңді нашар сезіну өте орынды. Осылай айтуыңызбен бала өзінің сезімдерінің сізге түсінікті болуымен өзін тыныш, қолайлырақ сезінетін болады. Ата-ана немесе қамқоршысы үшін өз баласының қорқыныш, мазасыз сезінуі өте қатты қиынға соғады ғой. Тура сол кезде, сондай жағдай туындаған кезде ата-аналар әдетте бірден сол ситуацияны жөндеп жіберуге тырысады. Яғни, былай айта бастайды. Міне ештеңе етпейді, қорықпа, ештеңе етпейді. Барлығы жақсы, міне сен ол жақта сондай қызық көңіл көтересің, супер болады, қызық болады деп айта бастайды. Алайда осылай айту арқылы біз баламызды үрейге бой алдырғыш, одан сайын күйзеліске түскіш етеміз. Оның орнына балаңызға сен мынадан қатты қорқып тұрсың. Бұл қорқынышты, мен көріп тұрмын қорқып тұрғаныңды деп айтып, баланың сезімін айқындап берсеңіз, бала өз ішінен бұл жағдай мен үшін қатты қорқынышты болып тұр деген ой қалыптастырасыз. Тура сол кезде балаңыз мен қауіпсіздіктемін, мамам мені алып кетемін деп айтты. Окей деген ой қалыптасады. Егер балаңызға ештеңе етпейді, қорықпа деп барлық сезімдерін жуып шайып тастай беретін болсаңыз, балаңыз өзінің ішінде мама қорықпа деп айтты, бірақ мен сонда да өзімді қорқынышты сезініп тұрмын. Яғни бұл қалай болғаны? Бұл өтірік па? Ал мамам маған мен алып кетем деп айтқаны да өтірік болды ма? Бұнда қалай? Мен алып кетпейді ма? Деген сияқты үрейлі қорқыныш одан сайын бір үрейді үлкейтіп жібереді де, одан сайын қатты үлкен үрейге айналады. Сондықтан да балаңыздың не сезініп жатқанын айқындау, оның сезімдерін бағалау, оның барлығын қабылдау, және де сіздің қабылдауыңызбен баланың өзінің соны қабылдай бастауы өте маңызды болып табылады. Сонымен, ары қарай жүрсек, балаңыз тура сол күні сізден ажырайын деп жатқандықтан, бөлек сізден күн өткізейін деп жатқандықтан,
ол күйзеліс сезінеді. Ал балаңызға сол күйзелістен өтуге көмектесетін бір әрекет, ол оның ұстап көре алатын белгілі бір кішкентай шағын затты өзімен бірге алып кеткізу. Балаңыз сізді сағынған кезде, өзін көңілсіз сезініп, қайғырып, жылап жатқан кезде, сіздің онымен бірге әрқашан болатыныңызды еске түсіре алатын белгілі бір затты балаңызға беріп қойсаңыз болғаны. Бұл нәрсеге мысал, сіздің оған шағын ғана сені жақсы көремін деп жазған қағазыңыз, немесе қағазға сурет салып беруіңіз, немесе кішкентай бір ойыншық, я болмаса бір қолына тағатын білезік болуы әбден мүмкін. Бір-бірлеріңізден алшақ болсаңыздар да, әрқашанда бірге екендеріңізді есте сақтауға көмектесетін және де ұстап сезінуге болатын зат болса болғаны. Кей жағдайларда осы білім беру мекемелері балалардың өздерімен белгілі бір зат әкелуін құп көрмейді. Сондықтан да бұл нәрсе туралы алдын ала өз мекемеңізден біліп алғаныңыз дұрыс. Егер балаңызда сол сіз берген затты күндіз бойы ұстап жүруге мүмкіндігі болмайтын болса, тағы да бір идея бар. Ол идея балаңыздың қолына кішкентай шағын бір жүрек салып беру. Және де сол балаңыздың өзі сіздің қолыңызға да сол жүректі салып беруін сұрасаңыз болады. Жүрек болсын, баланың жасына қарай, ол өзінің шамасына қарай сурет салып берсе болғаны. Жүрек болсын, жай ғана сызықша болсын. Менің балам маған әдетте жай ғана сызықшалар салады. Әлде де жүрек сала алмайды. Балаңызға өзін нашар сезінген кезде, сізді сағынып, көргісі келген кезде осы суретке қарап қоюын айтып қойыңыз. Сөйтіп оған осы суреттер екеулеріңіздің бірге екендеріңізді көрсететін болады деп айтып қойсаңыз да болады. Шынту айтқа келгенде, осы барлық дайындау процестері, сурет салу, барлығы менің баламнан алшақтау күйзелісінен өтуіме көмектесетін сияқты. Балама емес, көбінесе маған дайындалу керек сияқты. Осындай өміріңіздегі үлкен өзгерістерден қорқып, балаңызды бақшаға, мектепке берердің алдында үрей сезініп жатсаңыз, сіз жалғыз емессіз. Осы тамыз айының басында менің балдырғанымның да балабақшаға тұрған кезегін келіп қалған естігенімде жүрегім ду ете қалды. Солайша мен өзімді осы алда келе жатқан өзгерістерге дайындай бастадым. Әрбір күнімді баламен бірге өткізуге үйреніп қалғандықтан, оның үстіне ең бастысы менің балаға қалай қатынас жасауымнан бөлек басқа адамдардың қатынас жасай бастауларын және де олардың айтатын сөздерін елестеткенімнен сондай ауыр, мәссаған, бұлай қатты қиналам деп ойламаппын. Әрине сан түрлі білім беру мекемелері бар ғой. Бірақ сонда да біз ата-аналар және де соның ішіндегі мен баламнан алшақтауға ешқашан дайын емес сияқтымын. Біздің дайын болу уақытымыз келмейтін де сияқты. Ал балдырғаным болса, маған балабақша әкімшілігі менің баламның кезегі келгенін айтқаннан кейін бірден оны дайындай бастағанымнан, ең алдымен сол мені тәрбиешіміз, ата-аналардың группасы бар жаңағы топқа қосқан кезінде, мен сол тәрбиешінің суретін көрсеткенімде, оның үстіне әсіресе сол балалардың фотоларын көрсеткенімде, сол балалардың балабақшада қалай ойнап жатқандарын, сол жақта ойыншықтарды, балалардың сол жақта тамақтанып жатқандарын көргенімде бірден барғысы келетінін айтты. Кәдімгідей осы бірден барам деді. Сөйтіп мен аң-таң болып қалдым. Тәрбиешімізбен, сондағы балалармен менің балдырғаным әлі таныс емес, тек қана олардың суреттерін көрді. Және де бұл да белгілі бір дайындықтың бастамасы десем болады. Бастапқы осы видеоның басында айтқан барлық қадамдарға осы дайындықты да қоссаңыз болады. Яғни міндетті түрде сол жердегі білім беретін орталықтағы тәрбиешінің немесе мұғалім мен жаңағы ұстаздардың, сынып жетекшісінің суретін балаңызға алдын ала көрсетсеңіз, ол сол кісіден жаңағы бөтен болғандықтан одан жатырқамайтын болады. Бұл да бір дайындық. Балдырғаным сырқаттанып қалды.
оның сырқаттануын менің осы баламнан алшақтауға әлі дайын емес екенімнен де көремін. Бірақ сонымен сырқаттануы оның жаңағы әкімшіліктің маған хабарлауынан тура келесі күні пайда болды. Асқазанына инфекция кіріп, қазір ол диареямен, құсықпен кішкене арпалысып жатыр. Беті бері қараған кезде балдырғанымды балабақшаға жарты күнге береміз деп шештік. Ал әзірге балдырғаным өзінің тәрбиешілерінің, сондағы бірге болатын балаларының қалай тамақтанып, қалай ойнап жүргендерінің көрсететін фотоларын, және де үйде менімен бірге балабақшада оны не күтетінін толығырақ сипаттайтын ойын ойнап, ютубтан балабақшада не болатынын көрсететін видеолар көріп, кітаптар оқып жүре тұрамыз. Осы видеоны соңына дейін көргеніңізге сізге үлкен рахмет. Пікіріңізді қалдыруыңызды сұраймын. Балаңызбен қалай дайындық жасайсыз? Соны білу маған өте қатты қызық. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Сау-сау!